Баршаңызға сәлем. Бүгін тауықтан гриль дайындаймыз. Бұл грильдің өзгешелігі тауық ішіне көкөністер мен жемістерді салып пісіреміз. Тауықты маринадтаудың рецептісінің ссылкасын төменге көрсетіп кетемін. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Ал енді бізге керегі алма, сәбіз, свекла, картоп, жуа, чеснок және арахис дәндері. Барлық көкөністер мен жемістерді турап бір ыдысқа саламыз. Ал жуаларды бүтіндей салсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Дайын көкөністер мен жемістерімізді тығыздап тауықтың ішіне саламыз. Артық қалған картоптарымызды пештің табанына қойып, грильмен қатар пісіріп алсақ болады. Грилімізді жай отта 2,5-3 сағаттай пісіреміз. Гриліміз дайын, хош иісті болып шықты. Бірнеше бөліктерге бөліп, дастарханға қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Жасап көріңіздер, кеңес беремін.